Ислам KZ ұлттық рухани ағарту порталы ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Діни тұрғыда насыбай атуға бола ма? Өткен сұрақ-жауап айдарымызда темекінің үкімі жайында сөз еткен болатынбыз. Ал енді бүгін насыбай жайында сөз қозғасақ деп отырмыз. Өйткені насыбайдың үкімі жиі сұралып жатады. Сондықтан да бұл жайында да бір-екі ауыз сөз айтып кетуді жөн санадық. Енді шариғатта әр зиянды нәрсенің үкімі харамға байланған деген қағида бар. Яғни әр зиянды нәрсе ислам дінінде тыйым салынады. Қазіргі таңда насыбайдың денсаулыққа зиян екендігіне рак, мысалы, асқазан язвасы, тағы да басқа осы сияқты сырқаттықтарды тудыратындығын еліміздегі дәрігерлер айтып дабыл қағуда. Тіпті мұны заңды түрде тыйым салыну керек деген сияқты мәселе мәжілісте де қаралған еді кезінде. Енді осыдан-ақ оның қаншалықты зиян екендігін аңғара беруге болады. Сондай-ақ насыбайдың құрамына қарасақ та, насыбайдың құрамында темекінің жапырағының ұнтағынан бастап әк, күл, тағы да басқа осы сияқты зиянды заттар қосылатын ұқсайды. Ал енді Құран кәрімде Алла тағала былай деген: Астаузу билла я'мурухум бил ма'руфи ва янхахум анил мункар. Ол пайғамбар оларды, яғни адамдарды, мұсылмандарды жақсы құпталатын нәрселерді істеуге бұйырады. Ва янхахум анил мункар, ал жағымсыз, ұнамсыз істерден не істейді? Тыяды дейді. Және аяттың жалғасында ва юхиллу лахумут таййибат, және жақсы нәрселерді халал етеді. Ва юхарриму алейхимул хабаис дейді. Және жаман нәрселерді харам етеді дейді. Енді осыдан келіп жағымсыз нәрсе екендігі, зиянды нәрсе екендігі дәлелденіп отырған насыбай ату ісі де діни тұрғыда рұқсат етілмейтін және істелуі тыйым салынатын іс деуге әбден болады. Оның үстіне пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадис жеткен. Бұл хадис имам Ахмед рахматуллаху алейхтің хадистер жинағында орын алған. Ол хадисте былай делінеді: Наха ан кулли мускирин ва муфаттирин. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам барлық масайтушы ва муфаттирин, және басты айналдырып дел сал күй тудырушы заттардан тыйды делінеді. Енді көпшілігіңізге белгілі, насыбай басты айналдырады, құстырады, мысалы, дел сал күй тудырады. Міне осыдан-ақ оның насыбай атудың діни тұрғыда құпталмайтын іс екендігін, дінде оған тыйым салынатындығын не істеуге болады? Ұғынуға болады. Енді бұл насыбай атуды ақлақи тұрғыда алғанда да, яғни исламдағы тәлім, тәрбие, әдеп нормалары тұрғысынан қарағанда да әбестік бар. Насыбай атушылар мысалы үнемі түкіріп отырады. Ал енді ислам дінінде бет алды түкіру бейәдеп іс саналады, мәкрух саналады. Сондықтан да бұл жөнінен қарағанда да насыбай ату не екен? Исламда құпталмайтын іс екен. Демек, насыбайдың ең әуелі адам денсаулығына тигізер зардаптарына қарап, одан соң оның басты айналдырып құстырып, дел сал күй тудырушы сипатына қарап, әрі құрамына зиянды нәрселердің қосылатындығына қарап, діни тұрғыда насыбай атуға рұқсат жоқ. Ол да күнә, үкімі ең жоқ дегенде харамға жақын мәкрух деуге негіз бар. Аллаху алам бис-сауап.